Сәлеметсіздер ме? Жанға жылу арнасының тыңдармандары, сіздермен бірге Айгерімнің әңгімелері. Арнамызға тіркеліп лайк баса отырыңыздар. Табылған 500 теңге. Жолдан табылған 500 теңге алып үйге келгенім сол еді. Бойымнан біртүрлі салқын өтті. Ол күн әлі күнге дейін көз алдымда. Басқа күндерге мүлде ұқсамады. Көктем еді. Бірақ ауа жылы емес. Көше біртүрлі ауыр. Құдды бір нәрсеге жақындап келе жатқандай. Сол кезде мен көп нәрсеге мән бермейтін адам болдым. Әдеттегідей дүкенге нан алуға шықтым. Қалтамда бар болғаны 200 теңге. Жұмыстан қысқарып үйде отырған кезім. Жүйкем шаршаған. Іштей ауыр ойлар. Не боламын, қалай күн көремін? Солай ойлап басымды төмен салып келе жатқанмын. Сол сәтте көзім жерге түсті. Асфальттың үстінде бүктеліп жатқан 500 теңге. Жаңа сияқты. Бір жерге жабысып қалмаған. Жай ғана мені күтіп жатқандай. Тоқтап қалдым. Алғашында жүрегіме қуаныш кіріп кеткені рас. Ой, Алла көмектесті ғой деп ойладым. Бірақ содан кейін бір күмән оянды. Біреудікі ғой. Айналама қарадым. Адам көрінбейді. Ешкім байқап тұрған жоқ. Бірақ сол сәтте ішімде бір басқа сезім пайда болды. Бір түрлі суық. Қазір ойласам, сол кезде мен жай ақша көрмеппін екен. Мен біреудің ауыр тағдырын көріппін. Бірақ оны кеш түсіндім. Ақшаны алдым. Қалтама салдым. Сол сәтте жел көтеріліп кеткендей болды. Бітімі ауыр тартты. Бірақ оған мән бермедім. Мына 500 теңгеге нанды аламын, шайды аламын. Кішкене болсын жеңілдеп қалармын деп ойладым. Соншама ауыр өмірден кейін. Сол бір сәттік үмітім сол болды. Үйге кіргенде анам ас үйде отыр екен. Шайды әлсін-әлсін араластырып қояды. Даусы баяу. Қызым, нан алдың ба? Иә, дедім. Нанды үстелге қойдым. Бірақ жүрегімде бір ерекше сезім қалды. Неге екенін өзім де түсінбедім. Сол күні түнде ұйықтадым. Бірақ бұл менің бұрынғы ұйқым емес еді. Түс көрдім. Көше, түн. Сол ақша жерде жатыр. Мен аламын. Ал бір бұрыштан бір әйел қарап тұр. Көзі қара. Шашы тарқатылған. Күлімсіреп тұр. Бірақ көзінде күлкі жоқ. Ол маған жай ғана бір сөз айтты. Алдың. Енді көтер. Оянып кеттім. Жүрегім атқақтап. Маңдайым су болып теріліп кеткен. Ал бөлме іші бір түрлі салқын. Тіпті жаз болса да. Одан кейінгі күндерде ұйқым өзгерді. Басым жиі ауыра бастады. Жүрегім себепсіз тарылды. Өзімді біреу итеріп тұрғандай сезіндім. Бірақ ол кезде мен бәрін шаршаудан көрдім. Ал шын мәнінде бұл бәрінің бастамасы ғана екен. Мен ол кезде әлі қатты өзгермегендей көрінетінмін. Бірақ ішімде бәрі қирап жатты. Бойымда бір ауырлық пайда болғанын алғашқы күндері нақты сезген жоқпын. Тек өзім бұрынғыдай емес екенімді ғана түсіндім. Баяу. Өте баяу. Сезілмейтіндей. Әсіресе таңертең. Бұрын таңға жеңіл оянатынмын. Көзімді ашып бірден тұрып кететін едім. Ал сол ақша алғаннан кейін көзімді ашсам да денем қозғалғысы келмейтін болды. Денем емес, жаным. Құдды біреу үстіме ауыр жүк салып қойғандай. Бірінші белгі тынышсыз таңдар. Алғашында мен бұны шаршаудан деп ойладым. Жұмыссыздық қой. Күйзеліс қой. Көңілсіздік. Бәрін солай ақтадым. Бірақ бір жағдай мені қатты ойландырды. Бір таңертең оянып, айнаға қарасам, өзімді танымай қалдым. Көзімнің асты қара. Бетім солғын. Көзімде үрей тұрғандай. Сол баяғы мен емес едім. Сол сәтте жүрегімде бірінші рет бір сұрақ пайда болды. Маған не болып жатыр? Түнгі қорқыныштар. Түндер ең ауыр болатын. Ұйықтауға жатамын. Көзім ілінгендей болады. Бірақ бірден
Бір түрлі сезім оянады. Маған біреу қарап тұрғандай. Бетіме біреу еңкейгендей. Ауаны ауырлатып тұрғандай бір нәрсе бар. Көзімді ашамын. Ешкім жоқ. Бірақ бөлме. Суық. Жаздың аптап түндерінде де жамылғыммен оранып алатын болдым. Өйткені ішіме суық кіріп алған. Ақырын ғана. Жанның суығы. Бірінші ауыр түс. Содан кейін алғашқы шынайы қорқынышты түсімді көрдім. Сол көшеде жүрмін. Сол баяғы жер. Тас жол. Адам жоқ. Тек мен. Ал алдымда. Сол 500 теңге. Орнында тұр. Бірақ бұл жолы ол таза емес. Ол лайланған. Сияқтанып кеткен. Қара дақтар басқан. Мен қайта еңкейіп алайын деймін. Сол сәтте тура алдымнан әлгі әйел пайда болды. Өте жақын. Көзіне туа қараймын. Бұл жолы ол жылап тұрды. Жай жылап тұрған жоқ. Құдды жанымен жылап тұрғандай. Сосын жай ғана айтты. Сен менің жүгімді көтеріп жүрсің. Мен сасып қалдым. Мен не істедім? Сонда ол басын шайқап. Сен тек білмей алдың. Бірақ білмей алудың да ақысы болады. Сол кезде мен айқайлап жібердім. Ояндым. Аурудың алғашқы соққысы. Оянған сәтте. Денем мұздай. Терлеп жатырмын. Жүрегім атша тулап кетті. Орнымнан тұрайын дедім. Тұра алмадым. Денем әлсіреп, қол аяғым дірілдеп тұр. Көзімнен жас ағып жатыр. Бірақ не үшін екенін өзім де білмеймін. Ол қорқыныштан емес еді. Ол ішкі бір жан айқайы еді. Күндізгі тынышсыздық. Содан бастап күндізде өзгерді. Күннің нұрын көргім келмейтін болды. Бұрын жақсы көретін нәрселерім қызықсыз болып кетті. Телефонға қарағым келмейді. Адамдармен сөйлескім келмейді. Үйде жалғыз отырғанды емес. Бір жерде тығылып қалғым келді. Өмірден емес. Өз ойымнан. Дене белгі бере бастады. Күн сайын таңертең. Басым ауырады. Жүрегім қысылады. Тамаққа тәбет жоқ. Әлсіздік. Аяқ қолым біртүрлі ауыр. Және ең қорқыныштысы. Кейде тынысым тарылып өлемін деп ойлайтын болдым. Бір түрлі дауыстар. Кейбір түндері ұйықтай алмай жатқам. Тек төбеге қарап ойға кетем. Сол кезде құлағыма сыбыр естілгендей болады. Сен алдың. Сен көтеріп жүрсің. Берілмейді ол. Секіріп тұрамын. Ешкім жоқ. Тағы да қорқыныш. Бірақ бұл жолы. Ол қорқыныш тек қарапайым емес. Бір түрлі рухани еді. Ары қарай болған жағдай тіпті сұмдық. Жалғасын тыңдағыңыз келсе, арнама қосылып қойыңыз. Шаршағаным білініп тұр. Ертең жалғасын жазамын. Ал сіз пікіріңізді жаза кетсеңіз, мен оқимын, жауап беремін.